Қайырлы күн барша тыңдарман қауым, YouTube каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Мақсатсыздық. Мақсатсыз адам көлігіне отырып алып, қайда баруды нақтылап жатпай, басы ауған жаққа жүре беретін жүргізушіге ұқсайды. Үйден шыққанда баратын адресіңді білмей, күні бойы әйтеуір жүре берсең, кеш батқанда қай жерде болатыныңды бір Құдайдың өзі біледі. Сол сияқты өмірде алдыңа мақсат қоя алмасаң, ғұмырың соңына дейін ешбір нәтижеге қол жеткізе алмай, айдалада адасып қаласың. Уақытты құрылысқа өткізген боласың. Яғни арықтағы суда ағып бара жатқан шөп-шалам секілді байламсыз, тұрақсыз жөңкіле бересің. Сондықтан адамға ең әуелі шынайы арман мен талап, нақты мақсат, сол мақсатқа жеткізер тыңғылықты жоспар керек. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға деп ақын Мұхтар Шаханов жырлағандай, армандауды білмейтін адамда үлкен мақсат болмайды. Ендеше арманыңыз асқақ болсын. Үлкен мақсатты армандаудан қорықпаңыз. Армандау қабілетін берген Алла, оны орындауға да мүмкіндік берген. Адам арманына жетпесе де сол жолда жүрудің өзі ғанибет. Бақытты кісі ойындағы бар арманына жеткен жан емес, сол жолда табанды күресе білген адам. Өйткені кемелдікке ұмтылған жандар нәтижеден бұрын әрекеттің өзінен бақыт тауып ләззат алады. Адам арман жолында кемелденеді. Мақсаты айқындалмаған адам харекетсіз болады. Қолы бос, ісі жоқ, мұндай пенде жетіліп, жігерлену былай тұрсын, кері кететін кембағал тірлікке құмбыл болады. Қожа Ахмет Яссауи кітабына үңілген бала, егінін егумен айналысқан егінші, қолы істегі тігінші, ас үйде тамақ пісірген әйел жамандық жасауға уақыт таппайды десе, Абайдың қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретіндігінің бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға салынса, қолы тиермеді, немесе тамағы жоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын деуі осыдан. Баянды мақсатсыз бүгін не істесем екен деп құрылысқа қиялдап отырған адамға шайтан да үйір келеді. Оның нәпсісіне түрлі ой салып, қалған жағына оп-оңай бұрып әкетеді. Сөйтіп өзінің бас бұйдасы мақсаты жоқ адам кім көрінгеннің жетегіндегі тайлақ сияқты жолай ұшырасқан пенденің шақыруын мақұл көріп, леп байлап жүгіре жөнеледі. Яғни мақсаты бекем емес пендені не болса сол жетектен босатпайды. Айталық, қазіргі таңда әлеуметтік желіге басымен байланып қалған Facebook, Instagram, YouTube каналдарын көрумен бос уақытын өткізіп, бар ғұмырын арзан қалжың, қысыр әңгіме тамашалауға жұмсаған адамның бас бұйдасы жоқ деген сөз. Оның мақсаты тұйықталған, яғни нәпсісіне құл болып түрлі құмарлық сезімдердің тұтқынына айналған. Мұндай адамның тұлға ретінде дамуы, жан-жақты жетіліп рухани кемелденуі мүмкін емес. Өйткені бұл пендеде асқазан қамын, тәндік рахаты мен нәпсілік қалауларын, құмарлық сезімдерін тояттандырудан өзге мақсат жоқ. Одан асып басқа нәрсе ойлай алмақ емес. Әсілінде кез келген оқиға қайталанады. Әуелі санаңда, кейін қағаз бетінде көрініс табады, сосын іс жүзінде орындалады. Мысалы, үй тұрғызарда алдымен қажет бөлмелерді анықтап, егжей-тегжейлі жоба жасайсыз. Олай болмаған жағдайда құрылыс біткенше неше рет өзгеріс жасап, тіпті қайта бұзырып әуре сарсаңға түсесің. Нәтижесінде көңілің толмайтын әттеген айы бар үй пайда болады. Ендеше өмірде де жоспарлы мақсатың болмаса, ғұмырың өкінішке толы, берекесіз болады. Мақсат бұлыңғыр болғанда ақыл-ой сарасаңға түсіп, қалай бағыт аларын білмей абдырайды. Мұндай күйге түскен адам күш қайраты мен жігерін қажеті жоқ нәрселерге жұмсайды. Ал айқын мақсат қойғанда ақыл-ой радары оған жетуге қажетті мәліметтер іздеп назарын сол іске шоғырландыра бастайды. Мақсаты нақтыланған адам сол бағытқа қарай харекетке көшіп қозғалады да білімін, уақытын, ресурсын, энергиясын сол мақсатқа жұмылдырады. Мақсатты қалай қою керек? Мақсат қысқа, орта және ұзақ мерзімді болады. Қысқа мерзімді мақсатқа діттеген кітапты оқу, орта мерзімді мақсатқа кәсіби біліктілікті арттыратын курсты айтуға болады. Ұзақ мерзімді мақсатқа жеке кәсіп ашу секілді күрделі істер жатады.
Егер жеке кәсібі бар кісі болса, онда соған сай өзінде қысқа, орта, ұзақ мерзімді мақсаттар қойылады. Бірде жиһаз жасайтын жас кәсіпкер жігіт менімен танысқысы келгенін айтып, кездесуге ұсыныс жасады. Кездестік. Әңгіме барысында көбіне қатысты алдағы жоспарын сұрағанымда, алдағы уақытта кәсібімді кеңейтіп үлкен кәсіпкер боламын дегендей жалпылама мақсатын айтты. Мақсатына жетудің, кәсібін дамытудың әр кезеңіне арналған нақты уақытта тыңғылықты жоспары болмай шықты. Мен мақсатты дұрыс, жүйелі қоя білу жетістікке жетудің жарысына тең екенін түсіндіруге тырыстым.